22 қарашадан 10 желтоқсанға дейін облыс орталығында 16 күн әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз акциясы өткізілді. Осы іс-шараның аясында Өскемен қаласының ішкі істер басқармасы қызметкерлері әйелдер қауіпсіздігінің сақтау аясында сәтсіз отбасыларына рейд жұмыстарын жүргізді. Ұзақ уақыт бойы ерлі-зайыптылардың арасындағы даудамай олардың жеке бастарының іс-әрекеті деп келдік. Алайда заман ағымы адамдарымыздың да мінез-құлқын өзгертіп, нәзік жандылар өз-өздерін қорғауға көшті. Соның өзінде көптеген әйелдеріміз отбасын сақтау немесе балаларының болашағын ойлап ар-ұяты үшін күйеулерін кешіріп жатады. Егер статистикаға жүгінетін болса, Қазақстанда 70% әйелдер күйеулерінің қорлығына шыдайды екен. Тек олардың 10% ғана құқық қорғау органдарына шағым түсіреді. Ұрыс-керістің көбісі дүние-мүлікке таласу, қызғаныш және ішімдіктің салдарынан орын алады. Әйел мен күйеу арасындағы кешірілмес жанжалдың бірі ол араға үшінші адамның кірісуінен, яғни ойнастықтан орын алады. Бүгін біз сәтсіз отбасыларына рейд жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Ондағы мақсатымыз әйелдеріне отбасына қауіп төндіреді деген отағасыларына тексерулер жүргіздік. Мұнда айтайық дегеніміз, көптеген әйелдер күйеулерінің зорлық-зомбылығын сыртқа шығарғылары келмейді. Ұяттан немесе отбасын сақтауға тырысса ма, әйтеу ешкімге шағымданбайды. Негізінен мұндай адамдардың көбісі ішкілікке салынып, еш жерде жұмыс істемейтін азаматтар болып келеді. Айту керек, Біріккен ұлттар ұйымы қорының мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда күйеулерінен таяқ жеп, отбасыларының қорлығына төзген жүздеген әйел аналар жылына көз жұмады екен. Кең тараған зорлық-зомбылықтың бастысы моральдық, психологиялық, екіншісі күш көрсету, әлімжеттілік, үшіншісі экономикалық, төртіншісі азаптық төсектік қатынастан азап шегетін көрінеді. Хадиша Мұқан, Руслан Тақсанов, жаңалықтар.